Домалақ ана Түркістан қаласында 1378 жылы дүниеге келген, есімі ел ұранына айналған абыз аналардың бірі. Түркістандық Мағдым Ағзам қожаның немересі. Әкесінің есімі Әлислан, анасының есімі Нұрбике. Нағашы ағасы Уәйіс хан Моңғолстанның ханы болған. Домалақ ананың әкесі Әмір Темірдің әскерінде қызмет етіп түзде жүреді. Ел анасы ерте қайтыс болып жетім қалады. Сөйтіп Нұрилы атасы Мақтым Ағзаның қолында тәрбиеленеді. Кейінірек Бәйдібек бидің шақыруымен Мақтым Ағзаның отбасы Қаратау маңына көшіп барып қоныстанады. Мақтым Ағзам жаңа қонысындағы мектеп медресе ашып, мешіт салдырады. Осында жүріп бой жеткен Домалақ ана атасы Мақтым Ағзамның өсиетімен 19 жасында Бәйдібек биде тұрмысқа шығады. Домалақ ананың елге ақылдылығымен, даналығымен, тазалығымен аты шыға бастаған осы кез еді. Оның даналығы, әулиелігі, тапқырлығы жайында әңгімелер ел арасында кең тараған. Ел ішіндегі деректерге қарағанда Домалақ анаға Дихнат мама деген қазақ тілінде әулие ана деген мағына береді. Домалақ ана ел арасындағы даулы мәселелерге араласып, бітімгершілікпен шешімін табуға өз үлесін қосқан. Жарықшақ деген ұлы әулие Ташкент әмірлігінде кеңесші, кейін бүкіл жетісу өлкесінде ұлысбегі болған. Оны Домалақ ананың нағашы атасы Моңғолстанның ханы Уәйіс хан қолдап отырған. Домалақ ана өмірінің соңғы жылдары Ташкент қаласында өтеді. Алайда ері Бәйдібектің түсінде берген аяны бойынша өздерінің ескі қонысы Қаратауға барып тұруға қамданып жол шегеді. Көш бала бөген өзенінің жағасына келгендей кезде Домалақ ана сол жерде намаз оқытырып көз жұмады. Өзінің тілегі бойынша Домалақ ана сол жасқа жерленеді. Домалақ ананың немересі ұлысбегі Дулат Бұхарадан Абдулла Шери ұстаны алдыртып, Домалақ ананың басына 4 қанатты төбесі күмбезден көмкерілген кесене там тұрғызылады. Домалақ ананың бұл күмбез зираты қастерленіп, елдің арнайы зират ететін орын айналған. Шежіре көп шерткен осы сырды, ақындар тартты елге талай жүрді. Алғыс ал көңілін тап ананың деп, бұл істі соңғы ұрпаққа сабақ қылды. Даниярбек Дүйсенбаевтың Домалақ ана тарихи деректерінің шығармасын оқуға шақырамыз.